Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бірге Құрбан айт мейрамына арнап нан мен бауырсақ дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Өте дәмді рецепт бойынша жасаймыз. Бауырсағымыздың тестасын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен електен өткізілген ұнымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді құйып жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды және де майонезімізді салып жақсылап араластырамыз қасықпен. Оның үстіне тұзымызды, шекерімізді, кейін артынша ашытқымызды және де азап разрыхителімізді салып жақсылап жұмсақ қамыр иеміз. Негізі қамырымызды осылай дайындап алдық. Енді 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашып болғаннан соң зуаларға бөліп дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Қамырларымызды осылай жасап болғаннан соң 20 минутқа жылы жерге тындырып қоямыз. 20 минут бойы тынып болған қамырларымызды листерімізге салып, осындай қалыпқа келтіріп, оның үстіне жұмыртқа, седана және де күйдірілген күнжіт сеуіп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндеп пісіріп аласыздар. Қыздар, мен нанның артылған қамырынан бауырсақ жасап жібердім. Бауырсақ жасауының түрі осы менің YouTube каналымда бар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Біздің нандарымыздың бауырсақтарымыз осылай болып шықты. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарийға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бұл рецепт өте тамаша, өте оңай әрі өте жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға кеңес беремін осы рецепті. Сіздер де жасап көріңіздер.